Бүгінгі ұйымдастырылған іс-әрекетті жақсы көңіл-күймен бастаймыз. Іс-әрекет кезінде бір-бірімізге құрмет көрсетеміз. Ал балалар, бүгінгі іс-әрекетімізді шаттық шеңбермен бастаймыз. Қай балалар? Арайла, қанатты, алтын сәуле жаратты, жарқырайды даламыз, жарқырайды күніміз. Тамаша, жарайсыңдар балалар. Қане, әркім енді өз тобына отырсын. Балалар, бүгін біз геометриялық пішіндермен танысамыз. Неге ұқсайтынын білеміз геометриялық пішіндерді. Балалар ендеше экранға назар аударамыз. Мен сіздерге математикалық пішіндерге ұқсас заттармен тапсырма беремін. Мына әжемнің көрпесін математикалық пішіндерге ұқсас заттармен не істейміз? Безендіреміз. Қане балалар, безендіреміз. Бастаймыз. Қане балалар, геометриялық пішіндермен әжемнің көрпесін безендіріп болдық па? Ал немен безендірдіңдер? Қане, кім айтады, мына заттар неге ұқсайды екен? Қане, Раяна, айтшы. Неге ұқсайды? Үшбұрыш. Үшбұрыш. Аты не оның? Са. Итса. Мынау ше? Шеңбер. Шеңберге ұқсайды. Атын айтсайшы? Доп. Доп, жарайсың, тамаша. Ал мынау не? Шырша. Шырша. Балалар, белгісіз бейне ойын ойнаймыз балалар. Құмның арасына жасырынған белгісіз затты табамыз. Тауып болып, сол заттың бейнесін құмның бетіне саусағымызбен саламыз балалар. Түсінікті ма? Құмды ұстаған кезімізде көзімізді ұстамаймыз. Түсінікті ма балалар? Қане, жұмысымызды жасайықсы. Құмның арасында не жасырынған? Табамыз қане балалар? Не жасырынған екен? Көрейікші кәзір. Мен үшбұрышыма таптым. Үшбұрыш таптым. Жарайсыңдар, тамаша. Енді құмның бетін саусағымызбен не істейміз? Тегістейміз. Не таптың сен? Мынау не екен? Нені суреті? Қарбыз. Неге ұқсайды? Неге ұқсайды қарбыз? Дөңгелек. Дөңгелек. Шеңберге ұқсайды, жарайсыңдар. Ал мынау не? Үшбұрыш. Үшбұрыш екен, Сен не таптың, Ұлдана? Ұлдана, не таптың? Мынау не, Ұлдана? Нені суреті мынау? Есік. Есік. Есік неге ұқсайды? Гербі. Неге? Неге ұқсайды балалар? Белгісіз не екен ішінде жасырынған? Құмның арасында не жасырыныпты балалар? Нелер жасырынған? Геометриялық пішіндерге ұқсас заттар жасырынған екен, Иә. Таптыға біз? Ал құмның бетіне ненің суретін салдың? Қандай? Шаршы. Шаршы, жарайсың. Бекзат, сен нені салдың? Үшбұрыш. Үшбұрыш, жарайсың. Ұлдана, сен қандай геометриялық пішін салдың? Дөңгелек. Дөңгелек. Диас, сен ше? Төртбұрыш. Төртбұрыш. Мөлдір, сен ше? Бұрыш. Төртбұрыш, жарайсыңдар балалар. Жарайсың. Жарайсыңдар, тамаша. Балалар, геометриялық пішіндер берілген мына жерде. Осы геометриялық пішіндерге ұқсас заттарды не істейміз? Тауып, жандағы сызып, содан кейін ортада тұрған геометриялық пішіндерді не істейміз? Бояймыз. Қане балалар, жасайықшы кәне жұмысымызды. Геометриялық пішіндерді балалар не істейміз? Сызып қосамыз ұқсас заттарға, қасындағы ұқсас заттарға жандағы. Содан кейін барып бояймыз. Ал балалар, болдық па? Мұхаммед, болдың ба? Сызып қостың ба? Ал геометриялық пішіндерге не ұқсайды екен? Үшбұрышқа не ұқсайды? Айтшы кәне. Пицца, жарайсың. Айзере, шеңберге не ұқсайды екен? Доп.
Доп, жарайсың. Ал, Нұрислам, төрт бұрышқа не ұқсайды екен? Есік. Есік, жарайсыңдар, тамаша балалар. Әбдуәлім, шеңберге не ұқсайды екен? Не ұқсайды? Доп. Доп, жарайсың. Жарайсыңдар, балалар, тамаша. Балалар, мына жерде балықтардың суреті берілген. Осы балықтардың толық нұсқасын геометриялық пішіндер арқылы жасап шығамыз балықтардың толық нұсқасын. Қане балалар, қане, жасаңдаршы қане. Қане балалар. Қане. Ал балалар, мына жерде аквариумға әртүрлі балықтар берілген. Әртүрлі геометриялық пішіндерден жасалған балықтар берілді қолдарыңызға. Иә, балалар? Осы балықтарды аквариумға не істейміз? Жабыстырып шығамыз. Ал мына аквариум, енді балалар, мына аквариумға шеңберге ұқсайтын балықтарды жабыстырып шығамыз. Қане, жабыстырамыз шеңберге ұқсайтынды. Ал мына аквариумға үшбұрышқа ұқсайтын балықтарды жабыстырып шығамыз. Ал енді мына аквариумға шаршыға ұқсайтын балықтарды жабыстырып шығамыз. Ал мына аквариумға төртбұрышқа ұқсайтын балықтарды не істейміз? Жабыстырып шығамыз. Аквариумның ішіне орналастырамыз, балалар. Қане орналастыр. Қане бол, балалар. Қане орналастырамыз. Жарайсыңдар, балалар. Тамаша. Тамаша, жарайсыңдар. Балалар, мына жерде геометриялық пішіндерден жасалған сағаттың сандары жойылған. Сол сандарды тауып не істейміз? Жабыстырып шығамыз. Түсінікті ма, балалар? Қане орындаймыз тапсырманы. Нұрислам, ал. Бірден бастаңдар, бірінші. Ислам, не жазды? Балалар, жұмысты жасап болдыңыздар ма? Сандар бар екен, әртүрлі геометриялық пішіндерден жасалған, Қане, Нұрислам, айтып берші, мына неше деген сан? 12. Мынау? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Иә? Жарайсыңдар, балалар. Тамаша, жарайсыңдар. Бүгін сіздермен геометриялық пішіндерді өтуге, мына жерде геометриялық пішіндер берілген. Осы геометриялық пішіндерді үзік сызықтарды не істейміз? Бір-біріне сызып қосамыз. Сызып қосқан уақытта бізге не шығады? Геометриялық пішіндердің суреті шығады. Бірінші үзік сызықтың үстін не істейміз? Үстін бастырамыз. Сөйтіп, мына нүктелерді не істейміз? Мына жерде үзік сызықтардың үстін не істейміз? Бастырып, нүктелерді бір-біріне қосып шығамыз қара карандашпен сызып. Түсінікті ме, балалар? Нүктелерді бір-біріне қосып сызыңдар. Мына үзік сызықтардың үстін не істейміз? Бастырамыз. Мына нүктелерді бір-біріне қосып сызамыз. Кәне, қосып сызыңдар, балалар. Сөйтіп, мынаны не істейміз? Бастырып шығамыз. Нұрислам, тапсырманы болдың ба? Нүктелерді қосқанда қандай геометриялық пішін шықты? Шаршы. Шаршы, жарайсың, тамаша. Айзере, сен нүктелерді қосқанда қандай геометриялық пішін? Шеңбер. Жарайсың. Нұрмұхаммед, сенде қандай тапсырма шықты? Үшбұрыш. Үшбұрыш, жарайсың. Ал Әбдуәлі, сенде қандай? Төртбұрыш. Жарайсың, тамаша. Үшбұрыш. Үшбұрыш, жарайсың. Балалар, сіздермен көп тапсырма орындадық, Енді балалар сергіту сәтін жасаймыз. Қане балалар, сергіту сәтін жасаймыз. Балалар,
бар екен, шаршының бұрыштарының барлықтары бір-біріне теңдей екен, барлық бұрышы теңдей, сондықтан бұны шаршы деп атайды екенбіз. Ал мынау ше шеңбер. Шеңберде бұрыш бола ма екен? Жоқ. Бұл дөңгелек. Ал мынау ше балалар? Үш бұрыш, балалар. Үш бұрыштың бұрыштарын санайықшы кәне. Бір, екі, үш. Үш бұрышта неше бұрыш болады екен? Үш бұрыш болады екен. Ал мынау? Төрт бұрыш. Төрт бұрыштың бұрыштарын санайықшы. Бір, екі, үш, төрт. Неше екен? Төртеу екен, балалар? Ал балалар, мына жерде геометриялық пішіндерден аюдың толық нұсқасын жасап шығамыз. Ол үшін мынаған әр топтан бір бала теріп жасаймыз. Қане, бірінші арулап келші. Айзере, екінші топтан Айзере. Қайсысы? Жарайсың. Қане, жасаймыз Айзере. Үшінші топтан Нұрислам келші, қане. Нұрислам. Қандай фигура екен Нұрислам? Төрт бұрыш па, сол не Нұрислам? Шаршы. Жарайсыңдар балалар. Тамаша. Аюдың толық нұсқасын жасап шықтыға. Балалар, геометриялық пішіндерді орын-орнынан істейміз, жабыстырып шығамыз. Қане балалар, әр топтан бір бала шақырамыз. Қане, Раяна келші. Мына жерде геометриялық пішіндер тұр балалар. Жарайсың. Мөлдір келші. Мөлдір жылдамдырамыз. Мөлдір қандай бұрыш жабыстырып атсың? Үш бұрыш. Үш бұрыш, жарайсың. Қане, орнына жабыстырамыз. Ал қандай геометриялық фигура? Жарайсың. Бәк отыр. Геометриялық пішіндердің бәрін орын-орнына жабыстырып болдыға. Жарайсыңдар балалар. Мен сіздерге геометриялық пішіндерге ұқсас заттардың суретін таратып беремін. Егер қолдарына шаршыға ұқсайтын заттың суреті түссе, шаршының тобына отырамыз. Ал шеңберге ұқсайтын заттың суреті түссе, шеңбер тобына отырамыз. Ал үшбұрышқа ұқсайтын заттың суреті түссе, үшбұрыш тобына не істейміз? Отырамыз балалар. Енді бірінші барлығына таратып болайын. Кімге қандай зат түсті? Енді әркім өз тобына отырсын шыққаны. Отырамыз. Не ұқсайды екен? Сырға және қолшатыр. Жарайсыңдар балалар. Ал балалар, шеңбер, мынау шеңберге не ұқсайды екен балалар? Қарбыз, Ал балалар, мынау шаршы. Шаршыға не ұқсайды екен балалар? Не ұқсайды? Мынау не? Жастық. Және мынау не? Сыйлық ұқсайды екен, Балалар, бүгін геометриялық пішіндер көрдік, Геометриялық пішіндер қоршаған ортамыздағы заттардың бәрі геометриялық пішінге ұқсайды екен. Ал балалар, бүгін геометриялық пішіндерден жасалған ғимараттың суретін соғамыз. Қане балалар, ғимараттың суретін соғайықшы, қане Ал балалар, енді сіздермен біз матамен жұмыс жасаймыз, матамен. Нұрмұхаммед, келші бер, кәне. Нұрмұхаммед, мына жерге матамен жұмыс жасаймыз. Үш бұрышты не істейміз? Мына жерге? Жарайсың. Раяна, матамен жұмыс жасаймыз. Балапанның суретін мына жерге не істейміз? Құрастырамыз балапанның суретін. Жарайсың, тамаша. Хамза, келші. Хамза. Бұлттың суретін естейміз мұна жерге. Бұлт қайда болады? Молодец, жарайсың. Балалар, бүгін біз сіздермен менің суретін соқтық. Бүгін
Бүгінгі тапсырма түсінікті ме балалар сіздерге? Жарайсыңдар балалар. Балалар, сабаққа кері байланыс жасаймыз. Егер маған барлығы түсінікті десеңіздер, жасыл құмыраға жасыл пиаланы кесені орналастырамыз. Ал мен сабақты түсінбедім десеңіздер, қызыл пиаланы орналастырамыз. Ал тақырып бойынша ізденуім керек десеңіздер, сары құмыраға сары пиаланы орналастырамыз балалар. Нұрмұхаммед. Нұрмұхаммед, қане, түсіндің ба сен барлығын? Түсінікті ма барлығы? Ой, жарайсың. Бара ғой орныма. Хамза, келші кәне. Жарайсың. Қане.